Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Тахауи Ахтанов күй аңызы әңгімесі. Оқу мақсаты: шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалау. Сабақ мақсаты: шығарманы тақырыбы мен идеясы ұқсас шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалайды. Ақпаратты тұжырымдап іріктеу әдісі. Сынып оқушылары Тахауи Ахтанов әдебиет әлеміндегі шырақ сәулесі бейнебаянын көріп, ақпаратты іріктеп, тұжырымдау әдісі бойынша тың ақпараттарды дәптерлеріне жазып отырады. 2 минут бейнежазба көргеннен кейін, әдебиет әлеміндегі шырақ сәулесі тақырыбында ой бөлісіп, бейнежазба бойынша пікір алмасады. Талдау аяқталған соң мұғалім сабақтың тақырыбы мен мақсатын сынып оқушыларымен бірлесе отырып анықтайды. Сабақ барысында мақсатты нәтижеге жету үшін тапсырмалар бойынша бағалау критерийін жасайды. Ал балалар, осы тапсырманы орындаймыз. Жарайсыңдар, өте керемет, тамаша. Бағалау критерийі: шығарманы тақырыбы мен идеясы ұқсас шығармалармен салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалай алады. Дескриптор: шығарманың тақырыбы мен идеясын осы тектес басқа шығармалармен салыстырады, тарихи және көркемдік құндылығын бағалайды. Бірінші тапсырма: Фокус формуласы. Талқылау сұрақтары: жазушы шығармасындағы тарихи және көркем құндылықтардың қайсысы басымдылық танытады? Тахауи шығармаларының біздің заманымыздағы маңыздылығы қандай? Талдау сұрақтарын фокус формуласы бойынша тұжырымдап қорытындылайды. Ал балалар, фокус формуласы бойынша осы тапсырманы орындаймыз. Керемет балалар, өте тамаша, жарайсыңдар. Концептуалдық кесте. Балалар, біз білеміз, шығармада 4 қана кейіпкер бар: Естемес, Оразымбет, Жаңыл және Қарт. Енді осы 4 кейіпкердің өмірге қызығушылығы, адамгершілік қасиеті, кейіпкерге баға береміз. Ал балалар, осы тапсырманы орындаймыз. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Үшінші тапсырма: шығармашылық ізденіс. Оқушылар, шығарма мазмұны бойынша топпен шығармада көрініс тапқан тарихи және көркемдік құндылықтар атты шағын жобалық жұмыс жазады. Жұмыстың өмірмен байланысы болу керек. Жобада күй аңызы шығармасын тақырыбы мен идеясы ұқсас шығармалармен салыстыра отырып, тарихи және көркемдік құндылығын бағалайды. Ал балалар, осы жұмысты топпен орындаймыз. Қандай керемет, жарайсыңдар балалар. Тамаша орындап шықтыңдар. Төртінші тапсырма: салыстыру. Оқушылар әңгімені өздері оқыған басқа шығармамен салыстырады. Күй аңызы. Басты кейіпкерлер, қарама қайшылық әлемі, құндылығы, тарихилығы, түйіні, үндестігі. Ал балалар, осы тапсырманы орындаймыз, салыстырамыз. Жарайсыңдар балалар, өте тамаша орындап шықтыңдар. Келесі тапсырмамыз бағалау. Сын тұрғысынан ойлауды дамыту әдісі. Оқылған шығарма мазмұнын еске түсіру. Шығарма не туралы балалар? Оқиғалар, идеялар, деректер, құндылықтар арасындағы байланысты анықтау және ой түсіндіру. Шығармадағы ең басты құндылық не? Қолдану. Сіз шығарма авторының орнында болсаңыз қайтер едіңіз? Талдау.
Шығарма авторы адам бойындағы қандай қасиеттерді дәріптегенін атаңыз. Жинақтау. Алынған ақпаратқа толық логикалық қорытынды жасау. Шығармадағы материалдық және рухани құндылықтың байланысын толық түсіндіру. Бағалау. Алынған ақпаратқа пікірталас жасай отырып, жеке адамның көзқарастарын қалыптастыру. Шығармадағы құндылықтарды сұрақтарға жауап беру арқылы ашады, қорытады, бағалайды. Ал балалар, осы тапсырманы орындайық. Сұрақтарға жауап берейік. Жарайсыңдар балалар, өте керемет. Енді балалар, кері байланыс берейік бүгінгі сабаққа. Балалар, мен нені үйрендім? Маған не жеңіл болды бүгінгі сабақта? Маған не қиын болып көрінді? Менің келесі сабақта нені білгім келеді? Ал кәне балалар, кері байланыс стикерлер арқылы кері байланыс берейік. Өте керемет балалар, тамаша, жарайсыңдар. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош, сау болыңдар.